Ал енді құдағайлар, енді қазақтың салт дәстүрі бойынша Алланың қалауымен, екі жастың табысуымен, ата бабамыздың салтымызбен үкілеген аяулы ардақты қыздарыңыз Әсемгүлге сырға салуға келіп қалған жайымыз бар. Енді өзімді таныстырып кетті ғой. Дегенмен тағы таныстыра кетейін. Таз әулетінің қызымын, ыстық әулетіне келін боламын. Болашақ күйеу балдарыңыз Райымбектің жеңгесімін. Есімім Арайлы. Енді өзімнің жалпы айтады ғой қазақта, жол мұраты жету, қыз мұраты кету демекші. Енді Әсемгүл өзінің балалығын, еркелігін өз еліне тастап, үлкен өмірге қадам басқалы тұр. Адамың құтты болсын жан. Енді қобалжып тұрмын кішкене енді. Жастай болса да маған тапсырған жайы бар енді. Соны енді арқалап келген жайым бар. Енді Әсемгүлге енді өлеңім бар. Әсемгүлге енді өлеңім бар. Енді соны өлең шумақтарымен жолдасам деймін. Елінің еркелеген шашбаулысы, әкесі, анасының мақтаулысы. Сен біздің әулет үшін жаралғансың, қайнымның таңдап алған таңдаулысы. Көздеріңнен қобалжу көріп тұрмын, келінім алтындай деп сеніп тұрмын. Кешірістер, өзім қобалжып тұрмын. Дәрежем бір сатыға көтеріліп, сырғанды тағу үшін келіп тұрмын. Әулеттің қайын жұрттың аяулы келіні бол, жан-жарыңның сенімді серігі бол. Сәби сүйіп кеңейтіп өрісіңді, отбасыңның ұйытқысы тірегі бол дейді. Сіздердің қыздарыңызды енді өзіміздің келін қылып алғалы тұрмыз. Келінімізді осындай аппақ мамықтай көрпеде өмірі аппақ болсын деп, және осы оюлардай өрілсін деп, көрпешемізге отырғызуға рұқсат етіңіздер. Енді жалпы біздің қазақта тіл, көз деген бар ғой. Сондықтан ең бірінші келінімді тіл көзден аман болсын деп бүкілеп алғым келіп тұр. Алтыннан сырға тағылар алтындай таза болсын деп, сенімді әрі серікті әулетке келін болсын деп, жақыптан сырға тағылар сезімі таза болсын деп, оң қолымен салайын, абысындарына жақын әулетке адал келін болсын. Сырғанды бісмилlah деп, оның болуғанынан бастап қарады. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, күйеу балдарымыз 100 жылдық болсын. Ең бастысы екі жасымыз бақытты болсын. Мен ысып
әулетінің келінімін. Берса, алла берса. Қыздарыңыз Әсемгүлдің нағашыңыз болған. Енді мен де қолаш. Әсемгүлдің екі жеңгесіне қолдарыңыз құтты болсын деп. Енді әулетіміздің беріп жүрген тағы да сый-сияпаттарымыз бар. Соны Құдағайға тапсырсақ дейміз. Қыздарды көріңіздер. Thank you.